бір жағына бастырдық, екінші жағына бастырдық. Яғни каждый біріншісін екі-екіден қиямыз. Міне 2, 2, 3, 3. Осылай етіп екі-екіден бастырып алатын боламыз. Бұл бастың алдыңғы жағы, яғни жоғарғы бөлігі болып саналады. Осы губканы біздер рюкзакпен кесетін боламыз. Осындай канцелярский рюкзакты сатып алыңыздар, насадкасымен бірге сатып алыңыздар. Осылай етіп, міне рюкзакпен түзеу етіп кесіп шығатын боламыз. Қайшымен де кесуге болады, бірақ ұзындау сапалы қайшымен кесіңіздер. Мінекей қараңыздар, мен рюкзакпен кесіп жатырмын. Рюкзакпен кескен жұмысыңыз өнімді болады, сондықтан да рюкзакты қолданып губканы кесіп аласыздар. Ал мінекей біздер бастың алдыңғы бөлігінің губкаларын қиып алдық. Міне қараңыздар, екі-екіден екі жағынан қиып алдық. Енді бізге мына көздің шеңберін ішкі жағына жасайтын боламыз. Осындай біз ұзын қиып алдық. Екеу қиып алсаңыздар болады. Сіз бүлдіріп алам десеңіздер, мен міне біреу қиып алдым. Осыны енді былайынан қараңыздар. Осы губканы қиғаштап кесетін боламыз. Қараңыздар, осылай сызып алыңыздар маркермен. Сосын дәл осылай міне видеодағыдай рюкзактың көмегімен қиғаштап қиып шығамыз. Яғни бұл біздің губкамыз төрт бұрышты болып тұр ғой. Енді осыны ортасынан бөліп, үш бұрыштетіп шығаратын боламыз. Бұл губканы біздің көздің ішкі жағына қолданатын боламыз. Дәл осылай асықпай, мұқият қиып шығамыз. Мен осылай міне бір губканы дәл ортасынан қиғаштап, үш бұрыштап қиып шығып жатырмын. Сіздер енді бүлдіріп алам, бір жағын дәл бірдей етіп шығара алмаймын десеңіздер, онда сол осындай етіп екі көз шеңберін қиып алыңыздар, төрт бұрыштетіп. Сосын ортасынан қиғаннан кейін бір жағын пайдаланып, екінші жағын енді дұрыс шығара алмайтын болсаңыз, екінші жаңа губканы қиып, осылай үш бұрыштетіп қиғаштап шығарып алыңыздар. Мінекей қараңыздар, мен қиғаштап қиып алдым, жақсылап қидым, мені түзеу шықты. Енді осыны үш бұрыш жағын айналдыра отырып, осылай көз шеңберінің іш жағына жапсыратын боламыз. Артық жерін болса қиып тастаймыз. Мінекей біздің алдыңғы жағының жоғарғы бөлігі дайын. Енді осыларды біздер біріктіріп жапсыратын боламыз. Міне қараңыздар, дәл осылай жапсырамыз. Енді бізге кішкене маркер керек. Қазір маркерді міне қараңыздар, үштің аяқталған жерінен бастап төртке шейін сызып аламыз. Содан кейін арт жағынан, сырт жағынан айналдыра отырып, осылай 1 сантиметр етіп қалдырып, төрттің арт жағымен сызып шығамыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар түсінікті болады. Мінекей осылай сызып шықтық. Бұл төрттің артқы жағын дәл осылай сыздық. Алдыңғы жағын сызған жоқпыз, төрттің артқы жағын сыздық. Енді бізге рюкзак керек, осыны біз кесетін боламыз. Қиғаштап 45 градусқа бұрып рюкзагыңызды кесіп шығасыздар. Міне осы 1 сантиметр етіп кестіңіздер, 1 сантиметр етіп өлшедіңіздер, соны кесеміз біздер. Астыңғы жағындағы төрттің беткі бөлігін бүлдірмейтін боламыз. Тек қиғаштап кесеміз. Міне көрдіңіздер ме? Үш жағын кесеміз. Губканың үш жағын кесеміз. Яғни 45 градуста рюкзагымызды қисайтып ұстаймыз да, мына біздер маркермен сызылған жерін кесіп шығамыз. Себебі бұл бізге басымыз дөңгелек болады ғой. Бастың жоғарғы жағы дөңгелек болады ғой. Сол формасы кесінде басымыз дөңгеленіп, доғал болсын деген немен осылай етіп біздер жасап жатырмыз. Қазір оның барлығын видеоның барысында түсінетін боласыз. Дәл осылай етіп өзіңіз қиып аласыз. Мұқияттап асықпаңыздар. Ал мінекей қараңыздар, біздер қиғаштап қиып шықтық. Мен төрттің үстіңгі жағы солаймен тегістір, ал төрттің артқы жағы көрдіңіздер ме? Ойыс болып қиылды. Біз рюкзагымызды 45 градусқа бұрып қидық.
себебі бұл біздер қазір басымыз доғал болып шығу үшін төртті міндетті түрдің артқы жағын қию керек болады. Енді екінші жағында дәл солай қиып шығатын боламыз. Ал мінекей, біздер мына төртінші бөлігін қиғаштап қиып алдық. Енді қазір барлық материалды губкаларды біріктіретін боламыз. Осындай машқап клей керек болады. Мен қазір щеткамен жағам. Баклажка болса баклажкаға құйып алып, крышкасын тесіп алсаңыздар удобно болады да жаққанда. Енді бүйтеміз. Мына машқап клейді негізі жағып қоясыздар бірінші алдын ала. Осылай жағып қойыңыздар. Баклажкаға құйып, сондай ыдысқа құйып қойған жақсы да. Щеткаға қарағанда. Барлық жеріне жапсырамыз. Жағамыз клейді. Машқап клей басқа клейге қарағанда кебуі ұзақ екен. Сол үшін губкаға алдын ала жағып қою керек екен. Мына бірінші бастың бірінші бөліктеріне жапсырып қойып, жағып қойып клейімізді. Мінекей, енді ең бірінші жаққан жағын біріктіре береміз да. Осылай ұстаймыз. Уже біздің клейіміз ұстап тұр, жақсы ұстап тұр. Үшінші бөлігін жапсырамыз. Кішкене осылай қолымыздың көмегімізбен қысып жібереміз, кішкене қысып. Поддержка береміз да клейдің жабысуына. Машқап клей ұзақ кебеді. Кішкене ұстап тұрамыз. Мінекей, 3, 4, 5-ті жапсырдық. Енді 2-ні жапсырамыз. Дәл бірдей етіп. Ұстап тұрамыз. Неке қараңыздар, қиғашталып доғалдады, я? Міне, бірінші бөлігін, бастың жартылай бөлігін жасап болдық. Екінші жағында дәл солай біріктіретін боламыз. Ал мінекей, екі жағын құрастырдық, қараңыздар. Осындай болып шықты. Міне бір жағына, ішкі жағына көзімізді жапсырып қойдық. Міне осылай бағана қиғаш қиылған губка ғой. Енді осылай мін жағына клей жағамыз. Бұрыш жағын көзінен былай қарай сыртынан аламыз, е. Қазір мін жағына, жалпақ жағына клей жағамыз. Жақсылап жағамыз клейімізді.
көздің үш жағына шеңберіне жапсырамыз асықпай. Ұстап тұрамыз, кішкене кеуіп кеткенше қолымызбен. Бір кетін жеріне кішкене жағып жүріңіз. Мінекей жапсырдық. Қараңыздар. Осылай тұрады міне. Енді біз мына жеріне клейді жағып, екі жағына біріктіреміз басымызды. Жақсылап клей жағып алайық. Кішкене тұрған жақсы клейіміз. Енді біріктіреміз. Дәл бірдей түсу керек. Соны мұқият қараймыз. Міне. Ұстап отырамыз, кеуіп кеткенше кішкене. Мінекей, қараңыздар. Мына оң жағын, сол жағын біріктіріп жапсырдық. Қараңыздар, шу-шу. Басқа ұқсап кетірді. Мына екі көзі. Енді келесі осы астыңғы жағын істейтін боламыз. Сол видеода қазір көресіздер. Тұмсығын жасаймыз. Барлығын қазір біріктіріп жапсыратын боламыз.